Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Балалар, дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күн мен тақырыпты жазайық. Қыркүйектің 2-сі сынып жұмысы 2-ші сыныпта оқимын. Бүгінгі сабақта қарапайым сөйлемдерді түсініп, жауап беруге үйренеміз. Балалар, жаңа сөздерді менің артынан қайталап, жаттап алайық. Дәптерге жазып алайық. Нешінші, какой, который. Екінші, второй. Үшінші қабат, третий этаж. Ал енді тапсырмаға көшейік. Мәтінді мұқият тыңдап, есте сақтаңдар. Сәлем, менің атым Андрей. Сенің атың кім? Сен нешінші сыныпта оқисың? Сәлем, менің атым Әлібек. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Сәлем, менің атым Айгүл. Мен 3-ші сыныпта оқимын. Сен ше? Сәлем, менің атым Рая. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әлібек нешінші сыныпта оқиды? Айгүл нешінші сыныпта оқиды? Рая нешінші сыныпта оқиды? Сұрақтарға оңай жауап берді деп ойлаймын. Ал тексерейік. Әлібек 2-ші сыныпта оқиды. Айгүл 3-ші сыныпта оқиды. Рая 1-ші сыныпта оқиды. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі тапсырманы өздерің орындайсыңдар. Суретке мұқият қарап, сурет бойынша Әлібек пен Аннаның, Саша мен Анельдің атынан ауызша диалог құрыңдар. Сендерге сәттілік!